Так. Салем достар, әмеге саулықларыңыз жақсы деген үміттемін. Рамазан айлары құтлы болсын, ниеттер қабыл болсын. Бүгін стрим өткеруден мақсат Дикарға университет қалай таңланады, бакалавриатура қандай, бірінші магистратура неге етібар беру керек, докторантурада неге етібар беру керек, и қалай тапсырылады, осылар хақында мағлұмат беруге әрекет етемін. Енді көбірек консультация ретінде қабылдайсыз. Өзім ақымда айтатын болсам, канал ағзалар танитын шығар, Атабек Алимов, экономика пәндері бойынша PhD, әзірде Есенов университетінде осы жерде associate профессор позициясында жұмыс істеймін. Енді бүгінгі темаға келетін болсақ, университет таңдау бұл тек қана білімдендіру тарауында емес, келешек үшін профессионал орталықты белгілеуші фактор есептелінеді, үлкен қадам. Сондықтан университет таңдағанда біріншіден етібар беретін нәрсе университеттің репутациясы, университеттің абыройы, халықаралық уровенде қандай, жергілікті уровенде қандай. Университеттің репутациясымен біргелікте профессорларының, оқытушыларының репутациясы қандай, осыған етібар беру керек. Бұны қайдан білеміз? Бірінші университеттің айнасы әмемізге белгілі университеттердің сайтындағы мағлұматлар, жаңалықтар. Одан кейін университеттің жергілікті регионға, регионның экономикасына қосып жатқан үлесі кадрларды даярлап жатыр ма, қандай кадрлар жеткізіп беріп жатыр, пайдалы кадрларды ма, или қай дәрежеде жергілікті регионның экономикасының рауажлануына тәсірін көрсетіп жатыр. Осылар хақында информациялар толық алуымыз керек. Әзіргі күнде университет 4.0 системасының өтіп жатыр. Көп шетел университетлер, соның ішінде Өзбекстанда да бірқатар университетлер репутациясы жоғарыланып жатыр. Бүгінгі күнде 21-ші ғасырда digital era дейді, немесе AI эрада дүниежүзілік көлемдегі базарды, минет базарын кадрлармен тәмінлеу тикарғы вазипа есептелінеді. Енді бакалавр менен магистратураға келетін болсақ, таңлағанда тикарғысы бағдар. Қайсы бағдарды таңлау керек? Бұл бағдарлар бойынша жетекші ilmi орталық және университеттегі жаратылған мүмкіншіліктер, имканиятлар, соның ішінде лабораториялар, стартап проектлер бар ма, осыларға айтыбар беру керек. Және Smart Hub дейміз ба, университетлерде студенттердің бір мақсат жолында біріктіру имканиятлар бар ма, соған айтыбар беру керек. Ал докторантурада болатын болса, ilmi мектеп бар ма? Профессорлардың мақалалары, бұны Scopus, Web of Science, сондай ресурскетте абырой қандай. Ең главныйсы бакалаврда, магистратурада, LinkedInде қандай репутацияға ие, ол жердегі пікірлер. Apply қылып алатын болсақ, Google Map'тың өзінен қараңыз, университетте астындағы комментарияларды көрсеңіз, университетке бақа береді. Барған адам, оқыған адам, немесе істеген адам. Сондықтан университетті анықлаған кезімізде бәрібір біз комментарияларға сенуіміз керек, көруіміз керек, оларды бақылауымыз керек. Сондай-ақ және университетте академиялық еркінлік бар ма? Бұл академиялық еркінлік дегенде профессорлары, мысалы үшін дүниежүзілік көлемде социалдық медиа болсын, бұл телевидение болсын, шығып сөйлеулерінде халықты өзіне тарта ала ма? Мысалы үшін YouTube-та болсын, профессорлардың сабақлықлары бар ма? Үйретіп отырған затлары халыққа да пайдасы тиіп жатыр ма? Осыларға да етібар беру керек. Сондай ilmi зерттеу жұмыстары қай дәрежеде жаңалықтар жаратылып жатыр, таза өнім шығып жатыр, осыларға да етібар беру керек. Ал енді ең актуал мәселе бұл грантлар есептелінеді. Университетте грант бар ма? Мысалы үшін Өзбекстанда университеттерге тапсыратын болсақ, әр жылы август айында мемлекеттік емтихан болады, тест болады, оған дейін ДТМ тестін тапсырып, балаларын жинағанlar грантқа кіру имканиятын сынап көреді. Бұл Өзбекстан грантлары. Ал шетел грантлары қандай? Шетел грантлары үшке бөлшек болады. Шетел грантлары біріншісі университеттің өзінің гранты, университеттің өзінің шотынан
жаңағыдай абитуриенттердің имканиятынан келіп шығып, әлбетте абитуриенттердің оқуға қызығушылығы һәм жетіскендіктерін итибарға алып, грант беруі мүмкін. Бұның үшін заявкалар беріледі, әр университет әрқилы сайтынан қарап баруды ұсыныс етемін. Екіншісі мемлекеттік грантлар. Мысалы үшін Италияда бар, Германияда бар, Венгрияда бар. Сондай-ақ басқа өлкелердің, мысалы үшін ФАО ауыл қожалығы бойынша оқытады. Сондай әр тараудың дүниежүзілік көлемдегі жетекші организациялар ФАО ООНның, мысалы үшін ауыл қожалығы бойынша зерттеу алып баратын, қолдап қуатлайтын организациясы есептеледі. Тап сондай, мысалы үшін World Bank'ың өзі бар, мысалы үшін JICA-ның Японияда оқыту, ямаса Таиландта оқыту проектлер бар, Құбыла Шығыс Азия елдерінде оқыту имканиятлары бар, ямаса Қытайдың грантлары бар. Осы грантларды зерттеп бару керек. Бұнда әрбір интернеттен қарасаңыз болады, Google'дан гуглить етсеңіз болады, грантлар тізімі деп та. Сондай үшінші бір имканият бар, бұл компаниялардың грантлары. Дүниежүзілік көлемде әзір трендте, мысалы үшін Microsoft болсын, мысалы үшін ең ірі компанияларда жұмыс істеу үшін сол компаниялардың өзлері де грант ажыратады студенттерге, чтобы келешекте сол компания үшін істесін деген мақсатта. Сондай-ақ университетте және бір главный итибар беретін нәрсе Erasmus Plus және студент алмасу проектлері бар ма? Мысалы үшін әзір Қарақалпақ мемлекеттік университетінде оқысаңыз, Ташкенттегі нархоз, Тимсха, аграрныйда, ямаса химия технология университеттерінде бір семестр студент алмасуымен бірге барып оқып келуіңіз мүмкін. Бұнда университеттер ортасында шартнамаларға байланысты бір-бірін тән алу. Бұл процесте шетелдерде қандай? Шетелдерде, мысалы үшін Европа ауқам елдерінде барлық университеттер бір системаға біріктірілген. Сіздің өткен пәніңізде басқа университеттерден тән алады. Себебі силабустар, программалар бір-бірімен ойласқан қалды Болонья системасында бір-біріне мас келеді. Сондықтан бір-біріне мас келе ме, келмей ме? Erasmus проектлерін, мысалы үшін бір семестр, екі семестр Европа елдерінде оқып келу имканияты бар. Бұл Өзбекстанда оқысаңыз, мысалы үшін Қарақалпақ мемлекеттік университетінде, ямаса аграрный, ямаса нархозда оқысаңыз да, осы университеттердің сайтларына кіріп, қайсы қанегелік бойынша Erasmus Plus бойынша студенттер шетелге кетіп жатыр. Оған нелер керек? Оны іздеу алып бару керек бұл бойынша. Өзбекстанда оқысаңыз, шетке шығу имканияты бар. Бұның үшін Erasmus проектлерін қандай университеттер алады десеңіз, Европа ауқамы мемлекеттеріндегі топ университеттермен отношениесі бар профессорлар болатын болса, олармен жой бар проект жазып, Европа ауқамынан грант ала алатындай жағдайда болса, әлбетте бұл барып тапсыруы мүмкін. Университеттер біргелікте проект тапсырады, бір семестр Ташкенттегі, ямаса Қарақалпақстанда университетте бір семестр, Европадағы бір семестр, Қазақстанда университетте сондай студент мобилити проектлерін ұтып алады. Бұл профессорлардың репутациясына байланысты. Ал енді және бір тикарға итибар беретін нәрсе, бағана айттым, стартап проектлер дедім, смарт хаб, студенттерді біріктіретін орталық, инкубация орайлары жұмыс істеп жатыр ма? Сіздің идеяңызды продукция дәрежесіне жеткере ме университет? Мысалы үшін, әр қандай тарау бойынша өнім шығару мүмкін. Инкубационный центрларда бизнес проектлерді жасау мүмкін. Сондықтан, сондай орталық бар болатын болса, сондай университетке тапсыруға әрекет етуіңіз керек болады. Ал университетте профессорлардың репутациясына келетін болса, университетте профессорлардың репутациясы екі фактормен YouTube'дағы видеолары, ямаса телевидениедегі видеолары арқалы танысаңыз болады профессордың репутациясын, ямаса Scopus, Web of Science сияқты ilmi базалардағы, журналдардағы мақалалардың санына қарап, оның сипатына қарап, оның сілтемелер, оның мақаласынан кімдер пайдаланған, қандай дүние жүзінде ахметке ие мақалалар жазып жатыр, осыларға e'tibor беру керек. Ал енді LinkedIn'де келетін болсақ, LinkedIn себебі
Бұл тек біткерушілер емес, университет пен компаниялардың ортасындағы қатынас қандай? Студент біткерушілер мен компаниялар, профессорлар мен компаниялар, профессорлардың басқа университеттегі барып сабақ өтулері сияқты нәрселерді көруіңізге болады. Біздер университет таңдағанда диплом үшін емес, ол жердегі навык, білім және оны қолдана алу қабілетіні этибарға алуымыз керек болады. Ал енді инфраструктураға келетін болса, лабораториялар, тикарның бұл STEM пәнлері бойынша, сондай қазір лаборатория, мен Америкада болғанда, сенесіде сондай лаборатория бар еді. Business Communication Lab. Бизнес коммуникация қылатұғын, коммуникацияда өзінің тәжірибесін арттыратын, өзінің білімлерін арттыратын, өзінің практикалық көнікпелерін асыратұғын лаборатория бар еді. Бұнда қайтып сөйлеу керек, қандай риториканы таңлау керек, қандай телевидениеде сөйлеу керек, немесе социалдық тармақты қандай жүрту керек, өзің брендін қалай таныту керек сияқты, жарату керек сияқты білімлер, көнікпелер еленетұғын еді. Осындай лабораториялар бар ма жоқ па, осығанда қараған ең мақұл вариант есепланады. Егер сұрауларыңыз болса, чатқа жазсаңыз болады, мен көріп жауап беруге әрекет етемін. Бір Азамат деген достымыз сұрау берген. Менің шет тілі бойынша сертификатым жоқ. Ассалаумағалейкум Атабек. Уағалейкум ассалам. Менің шет тілі бойынша спорт тарауында істеймін, тренер болып істеймін, магистратураға қалай тапсырсам болады, шет елге деп жатыр. Сертификатым жоқ деп жатыр. Енді қалеген елге басаңыз, сол елдің тілін білген мақұл. Үйрену үшін әрекет ету керек. Хотя бы B1 дәрежесінде. Себебі бұл B1 дәрежесі дегені где-то бір 2,5-3,000 сөз ерлап. Егер күніне 10 сөз ерласаңыз, бұл бір жылда ересілетін нәрсе. Енді мысал үшін Азамат достым, бұл сұрауды мен 2 жылдан бері сізден естем. 2 жылдан бері 10 сөз ерлағаныңызда бұққа B2 дәрежесіне ерескен болар едіңіз. Соның үшін шет тілін үйренуге әрекет етіңіз. Сонымен бірге, егер дауысым естіліп жатыр ма білмеймін. Егер шет тілін білмесеңіз, словар арқалы әзір AI-ға жазсаңыз, қарапақша өзекше жазсаңыз, англишан тіліне аударып береді. Мысал үшін сіз тренерсіз, шетелде оқуды қатты қалайсыз. Көз алдыңызға келтірің, Прибалтика мемлекеттері, немесе Шығыс Европа мемлекеттері, немесе бойынша ең жақсы университеттердің, ең жақсы болмаса орташа университеттердің анализіне маслахатым и оған мотивационный письмо таярлам. Мотивационный письмода сіздің жетіскеніңіз көп, мен білем. Себебі карате бойынша жарыстарда қатынасқансыз, орынларды алғансыз, тренер болғансыз, неше балаңыз нәтиже көрсеткен. И және айтуға болады, бұл командалы работада жұмыс істеу имканиятыңыз бар, өзіңіздің клубыңыз бар, карате мысал үшін. И ол мотивациялық хатыңызда егер осыларды келтірсеңіз, ол университетке магистратура қабылдауға разы болады. Грант ажыратуы да мүмкін. Ықтималдығы көп. И және мотивационный хатыңызда сіз университетте, емаса сол мектептерде, жергілікті осындай карате клубларда шөлкеместер аламан, осындай имканият берсеңіз мен істей аламан, жастар тәрбие аламан, сияқты мотивацион хатыңызда келтірсеңіз, и шет тілінде одновременно бірге сол жерде интеграция боламан, үйренсемен десеңіз, бұл әлбетте қабылданады. Сіз шетелге тапсырғанда бір университетке тапсырып, және одан отрицательный хат алатын болсаңыз, бұған күйіп түспеңіз. Екінші университетке, үшінші, төртінші, кемінде бір 30 университетке тапсырып көріңіз керек. Сонда ғана нәтиже болады. Ол Қытайда болуы мүмкін,
ол керек болатын болса, Японияда болуы мүмкін, сондай Корейдің философиясын мен үйрендім, бірақ Японияда оның философиясы қандай деп. Осындай мәністе мотивациялық хаттарды жазсаңыз, әлбетте ол нәтижесіз қалмайды, соған e'tibor беруге әрекет ету керек болады. И сұрауларыңыз болса, мархамат, егер жаңа не дейді, меніңше бүгінге жеткілікті, себебі оны өзі адамның лекцияны болсын, презентацияны болсын қабылдау мүмкіншілігі 20 минут, 17 минут сөйлеппен. Бұл болады, жеткілікті деп ойлаймын. Сұрау жауаптарға келсек жақсы болар еді. Атабек аға, так, чатта сұрау болыпты. Так. Дауысым естіліп жатыр ма? Хабар беріп тұрың арасында. Себебі связь жаман болуы мүмкін. Сондықтан хабар беріп тұрсаңыз жақсы болар еді. Түркия бурсларына сезоны бар, өзі тапсырылатын. Бұл Түркия бурслары хақында информация көп беріледі. Ол жерде толық информация алынуы мүмкін. Және Түркия бурслары екіге бөлінетін. Біріншісі мемлекет тарапынан, Түркия үкіметі тарапынан шетел студенттері үшін ол жерде ябанчы öğrenci тесті, ЕС сынабы, соны тапсырасыз. Ұстан өтсеңіз, университетке қабылданасыз. И бурсларға келетін болсақ, бұл университеттің дәрежесінен келіп, қосымша университеттен де бурс алуыңыз мүмкін. Сондай-ақ Түркияның жергілікті компаниялар тарапынан өзі бурс компаниялары болады. Яғни бұл жаңа уақыт фондлары бар ғой біздердегі. Сондай студенттерді қолдап қуаттайтын фондлар бар. Оларға заявка берсеңіз де болады. Барып оқуға кіргеннен кейін контрактларыңыз төлгеннен кейін, себебі Түркияда жасау қиын, қымбат мемлекет, бірақ айлықтары, стипендиялары жүзде төмен. Соның үшін осындай фондлардан жәрдем сұрасаңыз, әлбетте береді. Мен себебі жастықтан Түркияда оқуға қызыққанмын. И ол жердегі студенттерден, оқуға кірген студенттерден маслихат алғанмын. Бұрынғы болсын, әзірге қызларымыз бар, Түркияда оқып келген қызларымыз бар, оқып отырған қызларымыз бар. Солардан толық информация алсаңыз болады. Себебі Түркияның университетлері топ мыңлықта көп университетлері бар. Университеттің сайтынан кірің. И Түркия бурслары деген сайтқа кірсеңіз, ол жерде де көп информациялар и мотивациялық хат жазылады, қалай жазылады, осылар хақында зерттеу алып барың. Мәселен, мен бір зат айтқанменен Атабек аға мынаны айтып еді, бірақ келіспей жатыр дегенмен болмайды. Ол бір блокнот түзің и сайтларды анализдең. Түркия бурсларынан баслаңыз и Түркияның кемінде 10 университетінен сайтын анализдең. Қайсы бағдар бойынша қандай бурс беріледі, бурсқа қалай тапсырылады, осылар бойынша көбірек информация алың. И ол университетті анализдедіңіз ба? И анализдеген болса сіз тапсыра аласыз. Анализ қылдыңыз ба? Бір аптаның ішінде сіз құжат тапсыруға, мотивациялық хат тапсыруға, CV тапсыруға әрекет етіңіз. Себебі зерттелінген ілім егер столда қап қоятын болса, блокнотта қап қоятын болса, ол білім болмайды. Білім болуы мүмкін, бірақ әмелге аспаған білім. Ол кітапты шкафқа қойғандай кеп болады, оқымай. Так, және бір сұрау болыпты. Есенов университетінің магистра оқу үшін қандай талаптар бар? Есенов университетінде мен оқу Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан келіп оқығандардың
тарихын айтып берейін. Мен ректордың лично өзімен сөйлестім. Где-то пандемия уақытында, пандемиядан кейін 2000-ға шамалы студент оқыған. Сыртқа тапсыру и перевод істеу трендте бар кезде қазіргі уақытта Есенов университетіне жылына 1000 студент, приблизительно 1000 студент академический алады. Бұл отчисление екеуі бір жата әзірде оқуын создыртады. Себебі академиялық үлгеру шеңбері төмен болса, ол курстан курсқа қалдырады бұл жерде. Талапларына келетін болсақ, бұл жерде шетел студенттер тек беседамен өтеді, құжат тапсырады, беседамен өтеді и контрактын төлейді. Контракт ондай қымбат емес. Где-то $1200 болады. Егер мектеплерге осы тарау бойынша, ямаса гостиничный сервиста, туризмда жұмыс істесеңіз болады. Шет тілін білсеңіз, Ақтауда жатақханамен тәмінлейді. Ақтауда жасау онша қымбат емес, мен өзім жасап отырмын. И білім дәрежесім студенттерге жаратылып тұрған шарай намного лучше. И сіз профессордан талап етуіңіз керек, білім алуыңыз керек. Шетел профессорлары көп келеді. Мен жасап отырған әзір кампуста где-то бір 30-дан астам профессорлар жасайды шетелден келіп. И мен кейінгі хәпте Бейнеуге нем бар, сапарым бар, жұмыс сапары, как раз профориентация бойынша. Менде мағлұматлар бар, барлығын каналыма қойып барамын. Қалай тапсырылады, қашан тапсырылады. И пайдалансаңыз болады, жеке өзіме хабарлассаңыз да құжатыңызды тапсыруға жәрдем беремін. Себебі бұл университет үшін пайдалы, біріншіден, екіншіден, егер мен тараптан келетін болса, бұл менің репутацияма да, өзіңіздің репутацияңызға да жақсы тәсірін көрсетеді. Меніңше сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. И және сұрауларыңыз болса, сертификат талап етілмейді. Бұл жерде айтып өтетінім, англичан тілі курслар бар. Жаңағыдай, бұл жерде тілді таңлайсыз. Түрк тілі бар, англичан тілі бар, неміс тілі бар. Себебі немецкий школада бар. Бұл жерде таңласаңыз үйренесіз. Себебі немецкий школа дегенде неміс, қазақ неміс институты бар, технология институты, неміс университетлерімен консорциумда түзілген институт. Осы жерде де қабылдау бар. Енді тарауыңыз бойынша, бағдарыңыз бойынша толық информация берсеңіз, мен маркетинг бөлімімен хабарласып толық информация беремін кейінгі апта. Меніңше толық информация бердім. Және сұрауларыңыз болса мархамат. Себебі әзір где-то 5-6 минуттан кейін ұшырасуым бар еді Таллин университетіндегі бір профессормен. Сол уақыттан үнемі пайдаланайын, аз-маз болса да пайдам тисін, аз-маз болса да консультация берейін деген мақсатта стрим қылуды ниет етіп едім. И тыңлағаныңыз үшін диққатпен рахмет айтамын. Және сұрауларыңыз болса мархамат. И осы жерде шетелде оқып жатқандар болса, тәжірибеңізбен бөлісетін болсаңыз, мен тайымнан осы жерде микрофон береміз. Егер қолыңызды көтерсеңіз, мен қолыңыз қарамаппан. Окей. Енді не болатын? Так, Азамат қосылсаңыз болады. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Қалайсыз, амансыз ба, денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Қалайсыз өздеріңіз? Жақсы, Аллаға шүкір. Енді мен бір өткен жылдан бастап бақылап барамын да видеоларыңызды. Бірінші қарақалпақ тілінде, қарақалпақ адамы болып, жаңағыдай сыртта университеттерде оқып жатқан қарақалпақ студент қыздарды нетіп барып жатсыз да. Ұшырасулар өткізіп барып жатсыз да, бұл ажайып. Бірінші мәрте бұл ешкім елі блогерлік қылып бұндай қылмаған. Бұл нәрсе мені өзіме тартты. И мен немен Есіп Азаматпан 9 жылдан бері тренер болып істеймін жүзу тарауында. Енді мен білімлерімді не қылуым керек та, байтуым керек. Соның үшін мысалы магистратура бойынша сұрай жайдым да.
спорт бойынша, сол өзімнің тарауым бойынша бір сыртты көру, олар қандай методикамен істетіп жатыр тренировканы, біздер қандай методикамен істетіп жатырмыз, қандай бір жаңалық алып кірейін деп нетіп отырғанымда, мынандай қайсы университетлерде, қайсы университетлер инглиз тілі сертификатын сұрайды, қайсы университетлер сұрамайтылар, мысалы, болмаса да соны сертификаты болмаса да тілді біледі, бірақ сертификаты жоқ. Қандай университетлерді өзіңіз ұсыныс ете аласыз? Восточный Европа ма, Западный Европа ма? Рахмет, Азамат. Как раз сіз ақыңызда бағана айтып өткен едім, мына стримді жайғастырамын, ютубқа қоямын, көріп барсаңыз болады. Қайтадан айтайын сізге, пәлен университет деп айтпаймын, Венгрияда спорт университеті бар, соған тапсырсаңыз болады. Ол жерде B1 сертификат кемінде сұралады спорт тарауында, спортқа ондай сөз талап етілмейді дейді, бірақ спорттың өзі отдельный философия, отдельный психология, соның үшін адамдар мәселесі талап етеді, соның үшін тілді білу бәрібір қажет. Соның үшін сізден 2 жылдан бері күзетіп барамын дейсіз. Күніне 10 сөзден ебасаңыз, 1 жылда 3600 сөз болады да. Бұл деген сөз B1 дәрежесінде қалеген тілді үйренесіз деген сөз. Сондықтан әзірден бастаңыз шет тілін үйренуге. Екіншіден, сіз мотивациялық хат таярлап бастаңыз университеттерге. Мысал үшін хаттеде 2-ақ университетті анализдеңіз, Восточный Европадан болсын, или Западный Европадан болсын, или Китайдан болсын. Себебі сіздің тарауға қызығушылық жүзді көп. Денсаулықты көтеретін, 9 жылдан бері тренермен, неше спортменді таярладыңыз, өзіңіз қандай жарыстарға таярландыңыз, жарыстарға қандай мотивация бере аласыз, осылар ақында мотивациялық хат таярлаңыз. Ол жерде де, мысалы үшін, магистратураға кіруді қалаймын, сілердің тәжірибеңізді алуды қалаймын, өзімнің тәжірибемді местный мектеплерде, университеттің өзінде клублар ашуға да тайман, мен тәжірибем бар деп жазып көре беру керек университеттерге. Сіз спорт факультеті деп іздеңіз, Восточный Европада деп. Сайтларын шығарып береді, гуглить етсеңіз. Или AI-ға сұраңыз, ең жақсы, мысалы, Gemini пайдаланатын болсаңыз, Siri пайдаланатын болсаңыз, или ChatGPT пайдаланатын болсаңыз, іздең, сұрау берің, ең жақсы ответті береді сізге. Промпт жақсылап жазсаңыз, сізге жақсы ответ береді. Сондықтан, одан алдынан сізді каратист деп ойлаған едім. Осы видеода бар, көріп шықсаңыз болады, бір қатар маслихаттар бердім, қысқаша айтып өтпекші едім. Рахмет сұрау үшін, бұл үлкен не? Күзетіп барған үшін, етібар берген үшін мінеттер ма? Мен қолдан келгенше, әзір Есенов университетінде жұмыста. Уақытым көбірек, аптеде бір 2 күн бос боламын, университетте, офиста. Сондықтан сізге университетлердің тізімін жіберуге әрекет етемін. Осы жерде контактыңыз бар, маған жазсаңыз болады, поштама жазсаңыз болады, алдыңғы хаттарыңыздан бар, маған көпшілік қайттан жауап беруге әрекет етемін. Күзетіп барыңызды. Және сұраулар болса, мархамат, егер қол көтерсеңіз, және 5 минут сөйлесуге де әрекет етеміз, былайынша тек жаңа сұрау жоқ емес, қалақ-қалақ сұратсақ та болады. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Атабек, қалайсыз, денсаулық жақсы ма? Рахмет, Құдайға шүкір. Рамазан қайтылар құтлы мүбәрәк болсын, ниетлер. Аумин, театрдан қайтылар, өзіңізге де құтлы болсын. Қабыл болғай Алладыр енді. Атабек, мен Бақтиярманға Тақаташтан бір өткенде сөйлесіп едік, есіңізде ме? Балам сондай деп сізден совет сұрап едім, маслихат. Балам өзімменен сөйлестіңіз. Сіздің балаңызбен сөйлесіп, әзір қайсы этапта университетке тапсырды деп едіңіз, бір 2-3 грант көріп атыр деп едіңіз. Қазір бір 25-26-дай университетке тапсырды, содан Alhamdulillah, Colorado State University дегеннен жауап келді, кірдің студент болдың деп, бірақ еле гранттан дерек жоқ. Элиот Умидов фондына тапсырып көрді ме? Еле тапсырмадық оған. Енді
Карсу Гранч деген каналы бар. Балалардың өздері Эллиот Умиді фондынан ұтқан. Осы каналға қосылыңыз. Әр апте 6-шы қала күні стрим өткереді осындай. Маслахат алсаңыз болады. Қосымша маслахат керек болатын болса, мен ұшырастырып берейін олармен. Осы каналда да мұрат етейін, яқ демесе керек. Бірге істесеміз. Мен қуандым, құттықтаймын балаңызды. Грант бәрібір керек. Себебі Америка деген мына тұрған Москва емес, мына тұрған Европа емес, жаңағыдай ашуын кеше қайтып келетұғын. Бір барудың өзі бір дүния, қайтудың өзі бір дүния да. Соның үшін бір кеттің бе, оны қайтып келуім қиын, ұзақ мемлекет. Соның үшін грант тапқан мақұл. Эллиот Умиді фондына тапсырып көріңіз. Нелер ашылса тапсырың. Болмаса мынандай қабылдаған болса, ол университетке или грантыңыз болмаса, кейінгі семестрде оқысақ бола ма деп, грант табаман дегенше, сұрыңызды сұрайман деп жазсаңыздан болады. Ответ қайтарың университетке. Обязательно рахмет деп, балаңыз өзі біледі. Құрдан құра айтсамаған шығар. Осындай бәрі коммуникация қылу үшін ғой барлығы. И және Америкада университетке барып аламан дегенше, университеттің грант scholarship программалар бар ма екен, соны іздетіліп көрсін. Колорадо университетінің сайтына кірсін. И ол жерде scholarship-лар бар ма? Мысал үшін, бірінші маслихаттың сайтына кіріп көрің. Олар айтуы мүмкін, мысал үшін, келгеннен кейін, барғаннан кейін scholarship-ларды шығарып беруі мүмкін да. Scholarship береміз, бірінші контракт төлегеннен кейін scholarship бере береді оларды. Жақсы жері, егер олар добро берсе, бірінші төлемін төлеп, барып жайғасып алатын ақшаңызды жинап, кетіп барып алу керек та. Себебі Америка дегенде scholarship шыққанымен виза бермей қалу мүмкіншілігі көп та, имканияты. Соның үшін егер қаражетіңіз болса, жіберіп алғаныңыз мақұл. Жаңағыдай, бірақ scholarship алу шартымен. Соны конкретный алатұғым болып кететін болсында. Оларға дейін шығып береді бір семестрде. Бұл бар, қандай қылып барып алып, scholarship-ларын алып, кейін жаңа шығынларын жауып жүрген студентлерім бар. Бұны бір имканият ретінде Колорадо университетінің сайтын көріңіз. Университеттің өзінің scholarship-лары бар ма, жоқ па көріңіз. Балаңызға айтыңыз, өзі түсінеді, меніңше, scholarship-ларын көрің. Ямаста факультет деканына жазың, қандай scholarship-лар бар. Имканиятын жазсын, менде мынандай имканият бар. Мысалы үшін, айтуыңыз мүмкін, баруға дейінгі қаражетлері қаплай алуы мүмкін ата-анам деп. Ямаста бірінші семестрдің контрактын төлеу имканиятымыз бар. Ямаса баруға дейінгі қаражеттен контракттан төлей алмаймыз. Егер грант бере алса, мен оқта жағайын деп, өзіңіздің атыңыздан жаздырсаңыздан болады балаңызға. Или қоспа хат қалып жазсаңыз да болады. И олар сразу сізге ответ береді бір апта 10 күннің ішінде. Осындай қылып көрің. Басқа университеттерден сөйтіп көрің. Себебі сұрап көру керек. Мысалы үшін, бізде үйде отыра берсек, ешкім бізге бермейді грант, scholarship-ті бермейді. Олардан сұрап көру керек. Мүмкін имканияты бар шығар, мүмкін факультетінің имканияты да болуы мүмкін. Университет емес деп. Америкада осындай академиялық еркінлік беріп қойыпты. Факультетлерге де, деканларға да. Соның үшін көрің бір жазып. Ол жердегі танымалы бір профессор болса, қосып жазып көрің деканына, зав кафедрасына. Осындайларды бір зерттеп көріңіз ағай. Тек Эллиот Умиді бір шанспен, мысалы үшін, қалып қоймаң деп атырман да, Эллиот Умиді поддержка береткен, ол экзамен тапсыру процесі бар, ода жаңа не дейді, басқышылар бар, оған дейін пойыз өтіп кетіп қалса, бәрібір балаңыз сізге өкпелеп жүреді, сіз балаңызға өкпелеп жүресіз, Эллиот Умидіне өкпелеп жүресіз, және маған өкпелеп жүресіз, мысалы үшін. Соның үшін имканият барынша Алла Тағала білім беріп қойыпты, сұрайтұғын тіл беріп қойыпты, хаттан қойыпты, Құдайға шүкір. Соның үшін сұрап көріңіз. Ең актуал сұраулардың біреуі, білімлі балаларыңыз бар, жастарыңыз бар, оларды қолдап қуатлайтын университетлерде табылуы керек. Дұрыс айтасыз, рахмет. Енді қазір бір 25, жаңа өзіңіз айтқандай 20-30-лаған университетке тапсырып қойыпты. Кеше біреуіне Вашингтон университетінен отказ келді, енді оны түсінікті болды. Енді Құда қаласа көреміз. Қазір мына жақсы маслихат совет бердіңіз, рахмет.
Алла разы болсын. Енді сонымен айтаман аз мына қасымда естіп отырыпты, өзі түсініп отырыпты. Енді соны әрекет қыламыз, Құда қаласа, қарап отырмаймыз. Сол, егер сұрауларыңыз болса, чатқа жаза беріңіз. Қолым бос, енді бос уақытым көбірек болады, Құда қаласа. Жасылармен естесеңіз, бір адамға болса да пайдамыз тисе, біз қуанамыз. Сол ана күн сіз ауылға келген екенсіз, бір ұшырасудың имканияты болмады Атабек аға. Мен ана сіздің достыңыз бар екен, Абат деген эконофакта декан болған ба, зам декан болған. Оғанам айтып едім, кейін ана Наурыз деген бір мұрындық бала да бар еді, олам ұшырастыраман деп, онымен сіз кетіп қалған екенсіз Қазақстанға. Көп адаммен ұшырасулар өткеру ниетім бар еді. Имканиям болған жоқ, уақытам болған жоқ. Себебі не қылды, уақыт санаулы, программам белгілі, содан кейін қайтуға мәжбүр болдым. Контрактым бар Есеновпен. Ұшырасу не себепсің, Құда қаласа? Ауылдамыз ғой, жақын жер. Чатқа жазып енді сұрап отырмын, осындайлар тез өткізіп тұрсаңыз, Атабек аға, бір жүдай жақсы болар еді. Болады, рахмет көп. Сау болың. Әумет тілеймен, Алланың өзі яр болсын, салам айтың. Жастарымыз көбейсін, тапсырып көрің. Ешкімге өкпелеудің қажеті жоқ. Тапсырып көру керек, орнып көру керек, сұрап көру керек. Қорқудың керек жоқ оны. Құда қаласа, Атабек аға, иншалла, сол MIT-ға грант ұтты деп шығаман, Құда қаласа. Құда қаласа. Балаңызға айтың, осы жерде болса менің маслихатым, сырт елге барып оқу қашып кетпейді. Мен арманым болған, осындай бала кезінде сіз қайта түсініп тұрсыз баланы. Мен Петронас деген университетке, Малайзияға, осындай 16 жас кезінде кірдім мен. 2002-2003 жылдарда. Ол кезде шетелде оқу деген түсінігім жоқ, подсознанияда да жоқ ауылда. Осындай нелермен, стереотиплермен үйдің іші жіберген жоқ. Грант та алдық, барып оқу имканияты да болды. Ауылда оқыдым, содан кейін мен өзіме уәде бердім былай. Өзім үшін өзім қарар беретін кезде, бере алатын кезде мен шетелге шығамын, шетелдің тәжірибесін аламын, оқиман деп та. Мен 30 жастан кейін шетелге шықтым. 30 жастан кейін тәжірибе артырдым, оқыдым шетел. Ешқашан балам кеш емес сыртқа барып оқу. Сен түсініп тұрған атанаң бар, Алла разы болсын. Қолап тұрған атанаң бар, соның үшін ешқашан кеш емес. Бір жыл деген ұзақ период емес. 4-5 айдың ішінде әрекет етсеңіз, Құда қаласа барлығын болады. Сезонға дейін. Мен үлкен маслихатым балаңыз үшін. Жанып тұр, көзі әзір. Ешқашан артқа не қылмасын. Ешкімге де күйіпіспен, ешкімге де ашуланбан. Әрекет етіп көрің, қолдан келгенше таярлады сізді, оқытты. Енді осының нәтижесін өзіңіз көресіз, өзіңіз елейсіз, Құда қаласа. Рахмет, Атабек аға. Рахмет, Алла разы болсын. Болады, шаршамаң. Салам айтың. Егер сұраулар болмайтын болса, стримді жұмақлаймыз. Себебі встречам уже өтіп баратыр, 5 минут қалды, оған таярлық көруім керек. Так, онда әмеге қош, түніңіз тыныш өтсін. Саламат болың, сұраулар болса чатқа жазсаңыз, ертең де ұшырасармыз, ары күн де ұшырасармыз. Или видео сообщение қылып, или голосовой, или текст қылып жазуға әрекет етемін. Сау болың, рахмет көп. Сау болың, рахмет. Рахмет.